ұбт қызықсыз пәндерге қызықты дайындалудың құпиялары. Барлықтарыңызға сәлем, менің есімім Асылжан. Дәл қазір Халт International Business School университетінде Бостонда, Америка құрама штаттарында грантта оқып жатырмын. IELTS экзаменінен 8 балл жинап, SAT экзаменінен 1450 балл жинап, 3000-нан астам адамға ағылшын тілін және тиімді оқу тәсілдерін үйреттім. Сол тәжірибеден түйген ең басты ойым ол ләззат алып сабақ оқып үйрену керек. Ол дегеніміз не? Дәл қазір көбіміз былай қиналып, өзімізді мәжбүрлеп, ұбттан жоғалып барып балл жинау керек қой, әке-шешем ұрсады ғой, мұғалімім ұрсады ғой деп өзімізді мәжбүрлеп сабақ оқытамыз. Ал мысалға кино көрген кезде, сериал көрген кезде, ойын ойнаған кезде рахаттанамыз ғой. Бізге кім? Әке-шешеміз бар отыр, ойыныңды ойна деп ұрсып ойната ма? Жоқ, біз өзіміз барып телефонын скачать етіп, ашып, өзіміз ойнаймыз. Неге? Себебі ол бізге ләззат алып келеді. Тура солай, сабақ оқыған кезде біз ләззат алатын болсақ, сабақ оқу да оңай, жеңіл, рахат болып кетеді. Көбірек сабақ оқуға мотивация болады және ақыр аяғында ұбттан жоғары балл жинау өте жеңіл болады. Ондайға қол жеткізу үшін 3 қадам жасау керек. Біріншіден, ойларды тазарту, екіншіден, оқудың пайдасын түсіну, үшіншіден, әр пәннің мағынасын түсіну. Ойларды тазарту дегеніміз ол әртүрлі шектеуші, негативті ойлардан айырылу. Мысалға, мен математикадан 3-ші класста 3 алып қалдым, немесе 2 алып қалдым. Содан бері менің миымда мынандай ой қалыптасып кетті. Мен математикадан ақылды емеспін. Мен мысалы қазақ тілінен, орыс тілінен, тарихтан 5 алуым мүмкін, бірақ математикадан мен 3 пен 4-ке шығып, әйтеуір бір нәрсе 4-ке шықсам да Құдайға шүкір деген ой қалыптасып кетуі мүмкін. Немесе мен Алматыға мықты университетке грантқа түсемін деген арманым бар менде, бірақ менің айналадағы адамдарым, достарым, туысқандарым, әке-шешем мысалы айтуы мүмкін: ақымақ, қандай Алматы, қандай грант, үйде отыр, мал бағасың, қандай грант деу мүмкін. Ондай нәрселерге, ондай ойларға берілмеңіздер. Ондай ойлар іштен шығатын болса, онда оны тоқтатыңыздар. Мысалға, мен математикадан 3-ке шығам, 4-ке шығам. Мен қолымнан келмейді математика оқу. Жоқ, мен егер дұрыстап оқитын болсам, көбірек уақыт бөлсем, тырыссам, мен математикадан 5-ке шығамын және мен математика ұбт-дан жоғары балл жинаймын деген ойға ауыстыру керек. Соны аффирмация ретінде қайталай беріңіздер. Егер сіздерге басқа бір кісі айтатын болса, мал бағасын, үйде отырасың, қандай грант дейтін болса, ол адамға қарашы, жарайды, деп көніп, мысалға ата-анамыз болса, біз оларға сөз қайтара алмаймыз ғой, дұрыс па? Жарайды, мен тырысып көрейін, қолымнан келсе келді, келмесе енді не істейміз, енді мал бағамын деп айтыңыздар. Барып от души сабақ оқыңыздар, көбірек сабақ оқыңыздар. Сондықтан себебі бүкіл осылай негатив айтатын критиктер кейін сіздер мысалға мықты белестер бағындырған соң ол айтады: мен мына баламен бір класста оқығанмын, мен мына қызбен бір ауылда туып өскенмін, бұл менің туысқаным ғой, ол да арғын ғой деп, мысалға мен де арғын, ол да арғын деп бүйтіп мақтанып жүреді олар. Кейін сіздер мықты, табысты, танымал, әйгілі, бай болып кеткен кезде сөйтіп олар мақтанады. Ал қазір олар сізді өздерінің деңгейіне ұстағысы келеді да. Менің миым, менің ақылым, менің армандарым жетпейді Алматыға грантқа түсуге. Мен сол үшін мына баланың армандарын өлтіремін. Ол мен қасымда қалу керек деген оймен сіздерді бір орында ұстағысы келеді. Ондай адамдарды тыңдамаңыздар. Ойларыңызды тазартыңыздар. Негативті ойлар болса, болды, мен ұбт-ға дайындалып үлгермеймін. Мен негізі кеш бастадым, бұл қолымнан келмейді, оданша барып официант болып жұмыс істеймін деген сияқты ойлар болатын болса, немесе мен ақымақпын, мен қолымнан түк келмейді, мен аздан кешке телефон қараймын, ойын ойнаймын деген ойлар болса, тазартыңыздар. Жоқ, мен өзімді қолға алатын болсам, мен уақытымды дұрыс жұмсай аламын, мен ұбт-ға дайындала аламын. Мен қазір мысалы 50 алатын болсам да, мен
қазір дайындалып 1-2 айдың ішінде 70-ке көтере аламын бағымды, 75-ке көтере аламын, 75-ке көтерсем кейін 80-ге көтере аламын, 90-ға көтере аламын, 100-ге көтере аламын деген сияқты ойларыңызды тазартыңыздар. Позитивті, негативті ойларды позитивті ойларға айналдырыңыздар. Екінші қадам ол мектепте оқудың мағынасын түсіну. Қараңыздар, көбісі ойлайды, мен ұбт-ға дайындалуым керек дейді да. Неге деп сұрасаң, грантқа түскім келеді ғой дейді. Неге грантқа түсесің, не қыласың сен оны? Себебі мен грантқа түссем, мен жақсы білім аламын, жақсы университетте жақсы білім аламын. Не қыласың жақсы білім? Себебі мен кейін жақсы жұмысқа тұрамын. Не қыласың жақсы жұмыста? Себебі мен жақсы ақша табамын. Не қыласың жақсы ақша? Себебі мен әке-шешеме көмектескім келеді. Кейін өзім отбасы құрып, отбасыма жақсы жағдай жасағым келеді. Ақырында біз қазір сабақ оқуымыздың маңызы ол болашақта жақсы жағдайда өмір сүру, яғни көбірек ақша табу. Оған қалай қол жеткіземіз? Болашақта көп ақша табу, жақсы өмір сүру, әке-шешемізге, семьямызға жақсы жағдай жасау үшін не істеу керек? Сабақ оқитын болсам, мен қазір математиканы жақсы білетін болсам, мен байып кетемін ба? Жоқ. Мен егер тарихты мықты білетін болсам, мен байып кетемін ба? Жоқ. Не қыламын онда сабақ оқып? Бұл сұраққа көбісі жауап бере алмайды. Себебі әке-шешем сабақ оқы деп айтады. Себебі үй жұмысын орындамасам, мұғалім ұрыс береді. Себебі грантқа түсе алмай қалсам, әке-шешемнің алдында позор боламын деген сияқты. Ол да рас қой енді. Бірақ біз сабақ оқудан ләззат алуымыз үшін өзімізге мотивация, шабыт сыйлайтын дұрыс мақсат керек, дұрыс мағына керек. Және оның мағынасын мен сіздерге тауып бердім. Мен сол үшін жақсылап қазір тыңдаңыздар. Бұл мағынаны бұл мәнін түсіндіріп берген соң, мектеп оқушылары прям көздері жан мотивацияға толып сабақ оқып кетеді, кейін бағаларын дұрыстайды, оқытудан жақсы балалар деген сияқты. Сол үшін жақсылап тыңдаңыздар. Мектеп дегеніміз ол қателік жасау полигоны. Ол дегеніміз не? Егер мен дәл қазір бүгін мысалға мектепке сабаққа кешіксем, не болады маған? Мұғалім ұрыс береді, мысалға. Үстінен үй тапсырмасын береді, мысалға. 5 емес 4 қойып береді. Ойбай. Егер мен мысалға өзіме артылған жауапкершілікке немқұрайлы қарасам, не болады мектепте? Мен мысалға үй жұмысын берді, үй жұмысын орындамадым. 2 қойып береді. 4 жыл бойы сабақ оқымадым. ұбт-ға дайындалудың орнына 4 жыл бойы қуып жүрдім мысалға. Карантин болды, сабақ оқымадым вообще. Содан бері. Не болады? Төмен балл жинайсың, мысалға, болды, ештеңе болмайды, негізі ше. Өлмейсің ғой дұрыс па? Сыныптастарыңмен ұрысып қалсаң, не болады? Ештеңе болмайды, достасып кетесің кейін. Мұғалімдермен ұрыспасаң не болады? Ар кетсе директорге шақырады, завучы шақырады, мұғалімді шақырады, әке-шешені шақырады, сөйлеседі, жиналыс болады. Болды. Андай, кәдімгідей қиналып зардап шекпейді. Мектепте қателік жасаған адам, егер ересе көбірде біз қателік жасасақ не болады? Жұмысқа кешіксең, салам алейкум, жұмыстан қуып жібереді. Жұмысқа немқұрайлы қарасаң, берілген тапсырманы орындамасаң, немесе кешіктіріп тапсырсаң, салам алейкум, жұмыстан қуып жібереді. Әріптестеріңмен, немесе бастықтармен сөзге кеп қалсаң, сабырлық сақтамай ұрысып қалсаң, салам алейкум. Ал сені жұмыстан қуып жіберетін болса, не болады сол кезде? Айлығынан айырыласың. Айлығынан айырылсаң не болады? Кредитіңді, ипотекаңды, арендаңды, рассрочкаңды төлей алмайсың. Балаларың примерно уже садикте болады, садигіне төлей алмай қаласың. Машинаға бензин қою керек, машинаның сынып қалса оны жөндеу керек, киім беру керек, мектепке заттар беру керек деген сияқты расходтар көп. Солар төлей алмай қаласың, кейін қарызға батасың, кейін кредитке батасың, кейін болды, Каспий черный, өмірің примерно қатты құртылады ғой болашақта ше. Егер сен реально ақымақ болып, немқұрайлы жауапкершілігі төмен адам болса, сен реально қатты қиналасың ересек өмірде. Мектепте қиналмайсың. Примерно былай көтеріп салмақты жүре бересің ше. Сен ақымақ болсаң да, адамдармен сөйлесе алмасаң да, болашақ өмірде, ересек өмірде ондай қателіктер кешірілмейді. Сол үшін мектептің ең пайдалы тұсы ол сен қателік жасай аласың. Сен қателік жасай аласың, сол қателігіңді түсініп, сабағыңды алып,
түзеле аласың. Ең бастысы сол. Және түзелген кезде сен жаңа қабілет, навык ала аласың. Яғни мен мысалға сабаққа күніге кешігемін. Мұғалімдер ұрсады. Мен оған немқұрайлы қарап көзін жұмып жүре бере аламын мысалға да. Сабаққа кешіге берем, айтқан сөзді естімеймін. Немесе мен өзімді қолға алып, өзімнің тайм-менеджмент қабілетімен жұмыс істей аламын. Тайм-менеджментті үйренейін. Болды, мен сабаққа кешіккенді қояйын. Себебі қазір мен сабаққа кешіксем, ертең мен жұмысқа кешігіп, жұмысымнан айырылып қала аламын. Сол үшін мен дәл қазір сабаққа кешігуді доғаруым керек. Болды. Ертеңнен бастап мен үйден 20 минут бұрын емес, 40 минут алдын шығамын сабақ басталғанға дейін. Ертерек келіп, класста ең бірінші болып келіп тұрамын. Мысалға, солай тайм-менеджмент түзеледі. Немесе мен мысалға ұмытшақтым да, мысалы математика формуланы жаттап алдым мысалы да, ұмытып кеттім. Есте сақтау қабілетін дамытайын. Немесе мен мысалға күніге ручка ұмыта беремін, ручкасыз, пеналсыз, ручкасыз, карандашсыз, линейкасыз, циркульсіз келем мектепке. Сөйтіп басқалардан мынандай қайыр сияқты сұрап жүріп, берші ручка, берші, карандаш, берші, сызғыш, берші деп ше мысалға. Онда доғару керек қой. Өзің сен тап-тұйнақтай өз заттарыңа өзің еге бола алмасаң, ертең не боласың сен? Сол үшін сен өз-өзіңді қадағалауың керек осылай. ұбт-ға тақалған кезде дайындала бастасаң, яғни сен прокрастинаторсың, нағыз прокрастинаторсың, кейінге қалдыра беретін. Болды, жеңу керек қой оны. Үйге тапсырма берілді ма мектепте? Сол күн істеп таста. 2 күн алдым, 3 күн алдым, бір апта алдым істеп таста. Бақылау жұмысы боламын, бақылау жұмысына соңғы күн емес, 1-2 апта бұрын дайындала баста. ұбт-ға бүгін күннен бастап дайындала баста. Бір айға ғана емес. Сен егер мектепте қателік жасап жүрген адам болсаң, қатеңді түсін, мойында және түзел. Осылайша сен ересек өмірге дайын, мықты адам болып барасың. Университетке барасың ғой. Университетте ертең сені қадағалайтын мұғалімің, класс жетекшің болмайды. Бәрібір болады, бәріне ше саған. Бәрібір. Ешкім айтпайды саған, үй жұмысын істе. Просто завалить етшіледі сен. Ертең кейін ақш төлейсің пересдача жасау үшін. Ертең саған айтпайды, ертерек бастай ғой. Ертең үлгермейсің ғой. Үлгермейсің ма, болды сен проблема. Қиналасың ертең, қадаласың сен. Қадайды ертең, профессор бар, сен қадайды. Әдейі қадайды сен. Ұрысып қаласың ғой. Әдейі қадап береді, зачет бермей. Мысалға да. Сол үшін сен адаммен араласуды үйренуің керек. Дұрыстап ұрыспай, сабырлықпен тіл табысып үйренуің керек сен. Сол үшін сендерге тапсырма. Дәл қазір видеоны паузаға қойыңдар және жазып шығыңдар. Өзіңнің бүкіл осал, дамыту керек тұстарыңды жаз. Қандай қателік жасайсың, қандай жаман әдеттерің бар мектепте. Соның барлығын тізім қылып жазып шығасыздар. Екіншіден, осы қателіктер саған ересек өміріңде қалай зиян тигізетінін жазып шық. Мысалға, мен қазір мектепке кешігемін. Ертең мен жұмысқа кешігіп, жестко позор болып қалуым мүмкін. Мысалы, деген сияқты бағана түсіндіріп бердім, соның барлығын жазып шығасыздар. Және үшіншісі, дәл қазір мектепте оқып жүріп, осы жаман әдеттерді мен қалай арыла аламын? Не үйренуім керек мен? Қандай қабілетті қалыптастыруым керек дәл қазір? Қалай қалыптастырамын? План жазасыздар. Түсінікті ғой? План жазасыздар. Және соған күніге соған қарай әрекет жасайсыздар. Келесі үшінші қадам ол пәннің тілін табу. Ол дегеніміз не? Яғни ол пәннің мағынасын түсіну. Ол пәнді мен не үшін оқып жатырмын? Мен қандай мақсатқа жетемін бұл пәнді оқитын болсам? Және мен бұл пәнді оқыған кезде қандай тәсілдерді қолдануым керек? Мысалға, математиканы оқудағы тәсілдер тарихты оқығандағы тәсілдерге сәйкес келмейді. Тарихтан бастайық мысалға. Тарих дегеніміз ол не? Ол мынандай сұраққа жауап. Біздің ата-бабаларымыз, Қазақстан тарихы, біздің ата-бабаларымыз бізге дейін не істеді? Неге істеді? Қашан істеді? Кіммен істеді? Және біз одан қандай сабақ ала аламыз? Олар қандай қателік жасады? Және біз оны қалай қайталамауға әрекет ете аламыз? Қазақстан тарихының мағынасы сол. Ол просто біз сериал кино көреміз ғой. Тура сол сияқты сериал кино, бірақ мәтіннің кітап бетінде да. Реально ол негізі сериал. Мысалға, аңырақай шайқас. Сериал ғой. Не деген эпик сериал ғой. Netflixтегі сериалдар шетте алып кетеді негізі. Ол шайқастың қасында. Ресей империясының қазақ хандығын басып алу мысалға. Оның өзі не деген драма ғой. Қаншама адам өлді ғой ашаршылықтан.
дұрыс па? Қаншама зардап шектік қой біз одан. Не деген драма ол. Түсіндірсіңдер ма? Және бұл пәнді жеңілірек түсіну үшін менің сіздерге 3 кеңесім бар. Бірінші кеңес, кез келген тақырыпты бастаған кезде 3 сұраққа жауап беріңіздер. Вот дәптер ашасыздар. Бірінші жазатын 3 нәрсе. Бірінші, бұл тақырып не жайлы? Мысалға, пән ғой, пән деппін ғой. Тақырыптың аты, мысалға Шыңғыс хан, немесе моңғолдардың шапқыншылығы қазақ бетіне, қазақ жеріне. Соны жазып жібересіздер. Бұл тақырыптың ішіндегі ең маңызды даталардың барлығын жазып шығасыздар. Ең маңызды дегенде әрбір көрген дата емес, маңызды деген 5-10 датаны жазып шығасыздар. Ол датаның ішінде не болғанын қысқаша жазып шығасыздар, бір қысқа сөйлемнің ішінде. Мысалға, 1207 жыл жошы Енисей қырғыздары мен Сібір халықтарын басып алды. Бір сөйлем. Сөйтіп, даталардың барлығын жазып шыққан соң, бүкіл осы тақырыптарды маңызды фигуралар, адам аттарын жазып шығасыздар. Жошы хан мынандай, Шыңғыс хан мынандай кісі, Күшлік хан мынандай кісі деген сияқты полностью тоже қысқа нұсқа бір сөйлеммен жазып шығасыздар. Келесі қадам таймлайн жазып шығасыздар. Таймлайн дегеніміз ол график, бір линия сызасыздар. Оны мысалы дәптерді былай айналдырып, горизонтально сызсаңыздар да болады, горизонталды түрде. Бір линия, және сол линияның ішінде бүкіл даталарды тізбектеп жазып шығасыздар. Мысалға, моңғолдардың жорықтары тақырып 1207 жылдан басталады. Мысалға, 1207, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Кейін осы жердегі даталарды жазып шығасыздар. 1207 жылы Енисей қырғыздары мен Сібір халықтарын басып алу Жошы ханның, 1207-1209 жылы Шыңғыс хан таңғұттар мемлекетін, Тұрфан князьдерін, ұйғырларды басып алуы, кейін 1211-15 жылдары Қытай жерін басып алуы, соғыс техникаларын қолға түсіруі, және 1217 жылы Шыңғыс хан Күшліктің Жетісудағы иеліктерін басып алуға Жебе Ноянды аттандырады. Яғни Жебе Ноян Жетісуға барады. Сол осындай таймлайн, полный таймлайнда бүкіл маңызды даталарды таймлайн ретінде бірінен артынан бірін жазып шығасыздар. Және осыларды мысалға одан да жеңіл есте сақтау үшін картаны сызасыздар, елдердің аттарын жазып шығасыздар. Сөйтіп қай жылы қайға барған стрелкамен көрсетіп қойсаңыздар да болады. Осылайша сіздер андай қызықсыз текстің орнына сіздерде енді пункт, дата, адам аттары, таймлайн, карта. Дәптердің бір бетінде кітаптың ішіндегі бір 10 беттік тарихты жазып шығуға болады. Дәптердің бір бетіне дұрыстап конспект жасасаңыздар. Иә, бұл сәл уақытты талап етеді, бірақ ертең ұбт жақындаған кезде сіздер 10-15 бет, параграф, 50-100 бет оқитын шама болмайды, уақыт болмайды. Бірақ дәптердің ішіндегі конспект, таймлайн, кесте, картаны көріп шығуға уақыт болады. Бұл ертең сіздердің жоғары балл алуларыңызға от души көмектеседі. Және мынандай тағы да бір бонус лайфхак. Абылай хан туралы оқып жатқан кезде, немесе кез келген период туралы оқып жатқан кезде тарихтағы, сол тарихтың ішіндегі ең маңызды кейіпкерді аласыздар да, мен осы адаммын деп елестетесіздер. Мысалға, мен Абылай ханмын, мен не істеймін? Мен ханмын, менің үйімде бала шағам бар, халық қарайды маған, мысалға да мен ханмын. И сөйтіп, мына жақтан жоңғарлар, мына жақтан Қытайлар, ана жақтан Ресей шабуылдап жатыр. Мен жерлерімді алып қойғысы келеді. Мен не істеймін? Мен не үшін Ресейге барамын? Мен не үшін Қытайлармен сөйлесемін? Не үшін жоңғарлармен сөйлесемін? Мен не үшін соғысып кетпедім жоңғарлармен, мысалға да? Неге? Себебі жоңғарлармен соқсам Қытайлар жерлерімді алып қояды. Қытайлармен соқсам ресейдіктер, орыстар алып қояды, мысалы да. Түсіндірсіздер ме? И алып қоятын болса, баратта менің балаларымды тұтқындап өлтіріп қырып тастайды. Мен сол үшін өте аккуратный адам боламын. Түсіндірсіздер ме? Не істеймін мен енді? Мен өте мықты дипломат боламын. Қазақтар аз, Қытайлар көп. Мен Қытайларды жаулай алмаймын. Бірақ мен ақылымды
қолдан қытайлармен достаса аламын. Мен егер қытайлармен достасатын болсам, маған орыстар тиісе алмайды. Неге? Себебі орыстар менің жерлерімді алып қойса, қытайлар қарайды да, орыстар қазақтардың жерлерін алып қойып жатыр, орыстар мықты болып жатыр, біз орыстардың мықты болуын қаламаймыз дейді да, орыстарға шабуылдайды қытайлар. Сол үшін орыстар да тиіспейді маған, қытайлар да тиіспейді маған, жоңғарлар да тиіспейді. Гений Абылай хан гений болған ғой, эпично сериал болған ғой, кино болған ғой өмірі ше. Сол үшін Абылай ханды оқыған кезде мен Абылай ханмын, мен Абылай ханның орнында не істейтін едім? Мен Абылай ханның орнында TikTok қарап, бүкіл жерлерімнен айырылып қалатын едім. Абылай хан негізі мықты кісі деп андай сәл уважениемен қарау керек қой негізі ше. Сондай лайфхак. Соның бүкіл болып жатқан өте маңызды тарихтағы оқиғалардың барлығын мен Абылай ханмын, мен Абылай хан ретінде осы оқиғаларға қараймын деп қарап көріңіздер. Өте қызық кітап оқыватқандай боласыздар, роман оқыватқандай боласыздар. Немесе алайық география пәні. География пәніндегі ең қиын нәрсе ол карталар, терминдер. Өте қиын түсіну ше. Жатпай алмайсың оны. Жүздеген терминдер бар. Оны түсінген артық ше. Негізі шын айтайын, түсініп алсаңдар оңай есте сақтап аласыздар. Мысалға, бір лайфхак географиядағы терминдердің шығу тегін түсіну. Ол дегеніміз не? Палеозой, мезозой, кайнозой дейді да мысалға. Не білу? Палеозой, кайнозой, мезозой. Ондай сөз жоқ қой қазақ тілінде. Ол себеп олардың барлығы грек тілінен шыққан. Палео дегеніміз ол ескі деген сөз. Сол палеозой, ескі кез. Палеолит деген содан шыққан. Түсініп ма? Меза деген ол ортаншы, арасында деген сөз. Және кайна дегеніміз ол жаңа деген сөз. Түсініп ма? Палеозой, мезозой, кайнозой деген ол ескі заман, ортаншы заман және жаңа заман деген сөз болды. Немесе өте қиын термин бар, фен деген. Фен дегеніміз ол таудан далаға ұратын жылы қатты жел. Ойбай, мен оны қалай түсінемін, қалай фен қатты жел, дұрыс па? Бұл жерде екі жол бар. Біріншіден, оның шығу тегін қайттан түсінсек болады. Фен дегеніміз ол римдік сенім бойынша таудан жел жіберетін құдай, да ол, типа құдай да ол. Таудың үстінде отырады да ыстық жел жібереді. Фен деген құдай. Сөйтіп, соған сенеді адамдар. Сөйтіп, таудың үстінен тұрған қатты жылы желді фен деп атап кеткен. Немесе мынандай мнемотехника қолдансаңыздар. Мнемотехника, ассоциация. Ол дегеніміз ол сөз қандай сөзге ұқсайды? Оның дыбыстары қалай естіледі ол? Қалай жазылу бойынша, формасы бойынша неге ұқсайды? Мысалы, фен деген сөз фен деген сөзге ұқсайды. Фен дегеніміз ол ыстық жел. Дұрыс па? Фен қосасыңдар, ыстық жел тұрады басымызға. Тура сол сияқты елестетіңіздер, таудың үстінде біреу үлкен фен қосып қояды, ыстық жел тұрады. Ол дегеніміз ол фен. Болды. Осылайша оңай жолмен есте сақтасақ болады. Қияман жаттап отырудың қажеті жоқ. Фен, ыстық жел, таудың үстінен болды. Осылайша жаттап аласыздар. Және ертең ұбт-ға келген кезде, даже естен шығып кеткен болса да, фен деген не енді ол? Фен, ыстық жел, деп дұрыс жауапты белгілеп аласыздар. Ал мысалға химияны қалай түсінемін? Химияны егер сіздер формула ретінде, қағаз бетінде жаттайтын болсаңдар, ешқашан түсінбейсіңдер. Оның орнына YouTube'тан алып, тура сол өтіп жатқан тема туралы эксперимент, лабораторный эксперимент табасыздар. Мысалға алайық, асыл газдар, гелий мысалға. Оның қасиеттері қалай есте сақтаймыз? Оны мысалға кітаптың бетін ашып, фактілерді жаттап алсақ болады. Немесе YouTube'тан гелий свойства газа, гелий эксперимент деп YouTube'тан іздесек, қырғын эксперимент шығады. Мықты, әдемі, қызықты эксперименттер. Сол экспериментті көру арқылы біз гелийдің нағыз қасиеттерін сезініп, көріп, түсініп, есте сақтаймыз. Ал формулаларды соған қатыстырып, сезініп тұрып жаттап алсаңыздар, ертең егер формуланы ұмытқан жағдайда да, какой-то бір ережені ұмытқан жағдайда, ана видео көрген едім ғой, видеода не істеген еді? Видеода гелийге мысалға литийді салып, сөйтіп литий жарылмады ғой.
ал литийді сыртқа шығарып столдың үстіне қойған кезде литий жарылып жанып кетті ғой. Неге? Себебі литий гелиймен әрекеттеспейді. Себебі гелий ол асыл газ, себебі оның сыртқы қабатында электрондар көп электрон таппайды өзіне. Дейді мысалға, болды, все. Сөйтіп осылай жаттап аласыздар. Асыл газ дегеніміз не? Ол әрекеттеспейді. Басқа химикаттармен, басқа элементтермен әрекеттеспейді. Ал литий не? Литий өте белсенді металл. Сол үшін ол кез келген элементпен әрекеттесіп, оттекпен әрекеттесе жанып кетеді ол. Себебі ол өте белсенді металл. Болды. Осылайша сіздер формула жаттаудың орнына реально өз көздеріңізбен көріп, сезініп, есте сақтап кетесіздер. Түсінікті ма? Химия дегеніміз ол просто мына элементпен қосылған кезде қалай әрекеттеседі деген сұрақтың жауабы. Өте оңай, өте қызық. Сол үшін өздеріңізді оқыватқан пәндеріңізге қызықтыра алыңыздар. Сол кезде барлығын түсініп, ләззат алып, ұбт-дан жоғары балл аласыздар. Енді барлығын қорытындылайық. ұбт-ға дайындық кезінде ләззат алу үшін және кейін жоғары балл алу үшін 3 нәрсе жасау керек. Біріншіден, ойларды тазарту керек, негативті ойлардан арылып, позитивті ойларды алып келу керек. Екіншіден, мектепте неғып оқып жүрмін, неғылам оқып, соның жауабын түсіну керек. Қазіргі өзіміздің осал тұстарымызды, жаман әдеттеріміздің барлығынан арылатын, қатемен жұмыс жасайтын полигон, мектеп, оны түсіндік. Үшіншіден, әр пәннің тілін табу керек. Тарих дегеніміз ол ата-бабамыздың не істегені, неғып істегені, кіммен істегені, және біз одан қандай сабақ ала аламыз. Химия дегеніміз ол қандай затпен әрекеттеседі, неге, қалай әрекеттеседі, және тағы да басқа. Әрбір пәнді өте алатын еді, негізі бұл бір видеода, бірақ ол тым ұзақ болып кетеді. Сол үшін бірнеше видеоға бөліп кейін өте береміз. Назарларыңызға рахмет. Сабақ онлайн каналына подписка жасаңыздар. ұбт-дан сәттілік.